Жақсы, одан кейін тақырыбымыз, яғни біздің бұл тақырыбымыздағы екіншісіміз даражатул жанна. Жәннаттың дәрежелері. Жәннаттың дәрежелері. Жәннатта әртүрлі нелер болады? Дәрежелер болады. Ол дәреже немен байланысты беріледі адамға? Істеген амалына байланысты беріледі. Жәннатқа біз Алланың рахметімен кіреміз, бірақ Алланың рахметімен кіргеннен кейін ол жәннаттың ішіндегі дәрежелер біздің жасаған немізбен беріледі, амалымызбен беріледі. Мәселен, бір пара Құран жаттағанмен, екі пара Құран жаттаған жәннатты бірдей не алмайды? Бірдей ризық несібе алмайды. Үш пара Құран жаттаған, бір пара Құран жаттағанмен бірдей ризық несібе алмайды. Құранның бәрін жаттағанмен, Құранның жарымызын жаттағандар бірдей ризық несібе алмайды. 5 уақыт намазын мешітте оқығандар мен 5 уақыт намазын үйде оқығандар, Аллах үшін амал, яғни істеген амалдар біздің дәрежеміз ертең қияметте есептеледі ғой, қандай дәрежеге бар есептелінеді, сондай дәрежеде бізге не беріледі? Сый-сияпаттар беріледі. Бірақ альхамдулилла, ол жердегі мәселен менің жоғарымда, менен жоғары болған бір адам бар. Менен жоғары болған бір адам бар. Ол адам менен қазір жоғары болып тұр. Мен бүйтіп қараймын да, қарасам ол менен неғып өмір сүріп жатыр? Жоғары өмір сүріп жатыр. Менде не болмайды? Қайғы қасірет болмайды. Өйткені ол жерге ең соңғы кірген адам жәннаттың ең көп нәрсесі маған берілді ғой деп өмір сүреді. Егер де ода қайғы қасірет болатын болса, онда оның жәннат аты кетіп қалады. Өйткені жәннат қайғыратын не емес, орын емес. Бірақ дегенмен, иә дұрыс, ең соңғы кірген адам өте үлкен, кеңдеген, өте көптеген нығметтер алады, бірақ мыналардық сияқты болмайды ол. Иә, олардық сияқты болмады деп қайғырмайды. Бірақ сонда да мыналардық сияқты не қылмайды ол? Ол болмайды. Яғни жәннаттан нелер? Дәрежелер. Жәннаттың нелері болады? Дәрежелері болады. Міне сол жәннаттың дәрежелерінің ішіндегі ең үлкені ол фирдаус. Жәннаттың дәрежелерінің ең үлкені ол не? Ол фирдаус. Фирдаус жәннаты деген сөз, ол жәннаттың аты емес, жәннаттағы ол не? Ол дәреже. Міне сол фирдаус жәннатының ішіндегі ең үлкен дәреже, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берілетін нәрсе, ол мақама Махмуд. Мақама Махмуд. Мақама Махмуд деген не? Біз анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтады ғой, егер де сендер азан айтып болғаннан кейін маған не айтыңдар? Салауат айтыңдар. Сендердің бір салауаттарыңа Алла 10 салауатпен жауап қайтарады. Және сендер маған нені сұрап беріңдер? Манзилатан фихил жанна, соны жәннатта бір орын сұраңдар. Ла танбағи илля ли абдин мин ибадилла, ол тек бір адамға беріледі. Мен сол орында болуды қалаймын деп пайғамбарымыз бізге не қылған? Өсиет қылған. Яғни Алла субхану ва тағала пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға жәннаттың ең ұлы мақамын берген. Ол әлемдегі бүкіл адамзат баласының ішіндегі бір адамға беріледі. Ол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бұл қай жерде? Бұл фирдаустың несінде? Фирдаустың ең үстінде. Яғни ең жоғарысында болғанда, ең ұлы орнында. Ең ұлы орнында. Яғни жәннаттың дәрежелерінің ішіндегі ең үлкені не екен? Фирдаус болады. Жақсы, жәннаттың дәрежелері адамға қалай беріледі? Мәселен, бағана айттық қой, 10 миллиард адам болса, 10 миллиардтың бәрі сиятын жәннатта не бар? Орын бар. 10 миллиардтың бәрі сиятын тозақта не бар? Орын бар. Бірақ 10 миллиардтың бәрі жәннатқа бара ма? Жоқ. 10 миллиардтың бәрі тозаққа бара ма? Жоқ. Ал қалғандар не болады? 5 миллиард адамның қалған орындары қалғандарға неғып беріледі? Амалдарына байланысты бөлініп беріледі. Мына жақтағы да 5 миллиард адамның қалған азаптары амалдарына байланысты Құдай сақтасын неғып береді? Бөлініп беріледі. Ал енді жәннаттағы ең ұлы орын ол не? Ол фирдаус. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Егер де Аллахтан жәннат сұрайтын болсаңдар, нені сұраңдар дейді? Фирдаус сұраңдар дейді. Фирдаус сұраңдар, өйткені ол жәннаттың ортасында орналасқан, және жәннаттың несі дейді? А'лал жанна, жәннаттың ең ұлы, ең биігі, және де оның үстінде не бар? Оның үстінде арш бар дейді. Яғни арштың астында орналасқан, аршқа ең жақын болған, ең жәннаттың ұлы орны ол не? Ол фирдаус болады. Және ол жәннаттың ортасында орналасқан, және оның астында қалған жәннаттар орналасқан, бірақ бүкіл нығметтердің барлығы сол фирдаустан ағып барады. Өзендер, бұлақтар, бүкіл өсіп атқан жақсылықтардың бәрі қайдан тарайды? Сол фирдаустан тарайды. Және бұл жәннаттың ортасында, және биігінде не қылған? Орналасқан орын екен. Және сонымен бірге жәннаттың тағы да бөлек дәрежелері бар, арнайы. Мәселен, Аллах жолында күрескен, соғысқа шыққан адамдарға берілетін жәннаттың дәрежелері бар. Және Иллиюн дегенді білесіздер ғой? Иллиюн деген Абас не сүресінде, Мутаффифин сүресінде Иллиюн деген жер бар. Яғни бұл да бір жәннаттың нелері? Дәрежелері. Осы өмірде адамдардың істеген амалдарына байланысты Алла субхану ва тағала ол адамдарға не береді? Жәннаттан дәрежелер береді.
Так, жақсы. Жәннаттың жоғарысында тұрған адам мен төмендегі тұрған адамда қандай айырмашылық болады? Мәселен, менің көзім қазір көріп тұр. Мысалы, 30%-ға көреді дейік. Одан кейін көз бар 50%-ға көреді. Одан кейін көз бар 70%-ға көреді. Одан кейін көз бар 90% көреді. Одан кейін көз бар 100% көреді. Осының барлығы, мына жан-жақтағы тұрған нәрсенің бәрі бірдей көре ала ма? Жоқ. Бұл просто сәбилул мысал бейнесінде. Бірақ мынау да көріп жатырмын деп ойлап жатыр, мынау да көріп жатырмын деп ойлап жатыр, мынау да осы жердегі сол бөлмеде не бар еді десең, мынау 30% көзімен айтып береді. Мынау нәрсе бар еді. Яғни 30% көз мені мына жерде ғана көрді. Бөлмеде не бар еді? Нұрсұлтан, бөлмеде қалам бар еді, кітап бар еді, ручка бар еді, микрофон бар еді, телефон бар еді. Жақсы. 50% көз айтады. Бөлмеде мыналар бар еді, сосын не бар еді? Мына жерде маған камера қарап тұрған 5-6 адам отырды. 60% көз айтады, аналарды айтады. 70% көз, 100% көз бөлменің бәрін айтып береді сізге. Бірақ бәрі оны не істеп жатыр? Көріп жатырмын деп ойлап жатыр өзінің жан-жағындағы нәрсені. Яғни бұл мысал, бір қарапайым мысал. Өмір мен жәннаттың бір мысалы, яғни жәннатта да адамдар өмір сүреді, бірақ анау адам ең әдемі нығметтерді алып жатырмын дейді, бірақ ең әдемі нығметтер онымен ғана шектелген нәрсе емес. Яғни биік дәрежедегі болғандар, дәрежесі жоғары болғандар көп нәрселерге не қылады? Көп нығметтерге жетеді. Алла субхану ва тағала мұны сондай дәрежелерге жетуіміз нәсіп етсін. Мәселен, Аллах тағала إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم деп Әнфәл сүресінде айтады деген. Яғни, расында момын мұсылмандардың ішінде қашан Аллах тағаланың аяттары зікір қылынған кезде жүректері елжіреп, көздерінен жас шығатындары болады. Және содан кейін сол аяттарды естігеннен кейін имандары мықты болып күшейетіндері болады, және Раббысына тәуекел етеді. Әлі сонымен бірге намаздарын толық орындайды, біз ризық қылып берген нәрселерден, нығметтерден, ризық несібелерден садақалар береді. Міне солар шынайы момын мұсылмандар, және оларға не бар дейді? Лахум даражатун. Олар үшін қияметте дәрежелер бар дейді. Лахум даражат, қияметте не бар? Дәрежелер бар. Инда раббихим ва магфиратун, Раббысының кешірімі бар, ва ризқун карим, және өте үлкен, кең нелер бар? Ризықтар бар. Бұл деген сөз, бір момын мұсылман бар, иман келтірді. Бұл да жәннаттан нәрсе алады. Бір момын мұсылман бар, иман келтірді, намаз оқыды, ораза ұстады, ол да жәннаттан дәреже алады. Бір момын мұсылман бар, иман келтірді, ораза ұстады, намаз оқыды, одан бөлек мешітке келді, құлшылық ғибадат алды. Ол да бір несі бар? Яғни, дәрежелер осындай. Сол үшін кім жәннатта көп дәрежеге ие болғысы келсе, көп нәрсе алғысы келсе, бұл өмірде несін көбейтсін? Ол амалын көбейтсін. Қараңыз енді не нәрсеге айтқым келеді. Бізде жәннатқа жетсем болды деп қоя салатын адамдар бар. Момын мұсылман олай ойламау керек. Жәннатқа жетсем болды деп, мысалы, машина алсам болды демеу керек та. Біз кезінде сөйттік, машинамыз жоқ еді, мен қандай Жигули болсын, Мерседес болсын, қызық емес, машинам болса болды деп ойлаймыз. Дұрыс па? Енді сіз машина алдыңыз, Жигули алдыңыз. Жигулимен кетіп жатқан кезде қарасаңыз, сізбен бірге армандаған бір жолдас балаңыз Аудимен өтіп кетті. Айтпесем, екеуіңізден сұрады, не керек? Мынау айтты, Жигули керек деп, мынау айтты, маған Ауди керек деді. Ма деді, Жигулиді берді, анаған Аудиді берді. Дәл сөйтіп Жигулимен кетіп жатқан кезіңізде алдыңыздан біреу Аудимен өтіп кетті. Не деп ойлайсыз? Неге сол кезде мен де Ауди сұрай салмадым ме? Деп ойлайсыз. Яғни маған машина болса болды емес. Сол үшін де пайғамбар маған жәннатқа кірсем болды емес. Жәннат сұрасам, нені сұраңдар? Фирдаус сұраңдар дейді. Иә, дұрыс, жәннатқа кіру өз алдына бір арман, бір өте үлкен нығмет. Бірақ ол жәннатқа кіріп қоя салудан да үлкен нығмет бар да, оның ішінде ше. Жәннаттың нелері бар? Оның үшін дәрежелері бар. Сол үшін момын мұсылмандар, мен жәннатқа кірсем болды емес. Не істеу керек? Жәннаттағы дәрежесін биік қылуға әрекет жасау керек. Біздің момын мұсылман болғанымыз бізді иншалла ол жәннатқа кіргізеді. Өйткені кім ла илаха илlalloh Мұхаммад расул дейтін болса, ол түптің түбіне неге кіреді ол? Ол жәннатқа кіреді. Бірақ енді біз момын мұсылманбыз. Яғни момын мұсылмандардың ішінде намаз оқып жатыр, құлшылық ғибадат жасап жатыр. Енді біз жәннатқа кіру ғана болмау керек. Біздің арманымыз не болу керек? Жәннаттың ішіндегі дәрежелер болу керек. Ал ол жәннаттың ішінде дәрежелер біз немен болады? Біздің уже амалымызбен болады. Осы нәрсеге мән беруіміз керек. Жақсы.